Қымбатты тыңдаушылар, сіздермен қазақ тілі курсын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда қазақ тіл білімінің салаларын қарастырамыз. Қазақ тіл білімінің 4 саласы бар. Бұл фонетика, лексика, сөз жасам және грамматика. Фонетика дыбыс, әріп, буын, екпін, асымал, үндестік заңын зерттейді. Ал дыбыс сөздің ең кішкене бөлігі. Дыбыстау мүшелерімен жасалатын тілдік құбылыс. Дыбыстау мүшелеріне ауыз, мұрын қуысы, өкпе, кеңірдек, тамақ, дауыс шымылдығы, көмей, таңдай, тіл, тіс, ерін жатады. Әріп дыбысты таңбалайтын белгі, яғни дыбыстың таңбасы. Алфавит әліпби әріптердің рет-ретімен тізілген жиыны. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбиде 37 дыбыс, жіңішке белгі мен жуан белгі дыбыс емес. Ю, я қосарлы дыбыстар. Қазақ тіліне тән 9 әріп бар. Ә, ү, о, ү, қ, ғ, ың, х дыбыстары. Өкпеден шыққан ауаның шығуына қарай дыбыстар дауысты, дауыссыз болып бөлінеді. Дауысты дыбыс өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамай еркін шығады. 12 дауысты дыбыс бар. Төл дауыстылар 9. А, ә, е, о, ү, о, ү, дыбыстары. Және орыс тілінен енген 3 дауысты дыбыс бар. Олар и, у және әріптері. Дауысты қызметінде жұмсалатын әріптер ю, я. Дауысты дыбысқа сөз екпіні түседі. Сөзде неше дауысты болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыстар төмендегідей бөлінеді. Тіл қатысына қарай жуан және жіңішке. Жуан дыбыстар а, о, у. Жіңішке дыбыстар ә, ү, е, жіңішкелік белгі и, у. Жақ қатысына қарай ашық және қысаң болып бөлінеді. Бұл дыбыстар а, ә, о, ү, е. Қысаң дыбыстар и, у, о, ү. Және ерін қатысына қарай еріндік, езілік болып бөлінеді. Дауысты дыбыстардың емлесі. Бірінші. Шай, жай түбірлерінен тараған сөздерде а әріпі ә болып оқылады. Жазылуы шай, жай. Айтылуы шәй, жәй. Екінші. Араб парсы сөздерінің соңындағы а әріпі ә болып оқылады. Бірақ а болып жазылады. Мысалы, жәмилә, рәсуә, ләззат. Айтылғанда жәмилә, рәсуә, ләззат. Үшінші. О, ү, ә буын-талайтын дыбыстар. Көбіне бірінші буында кездеседі. Төмендегідей сөздерде сөздің соңғы буындарында жазылады. Бірінші. Біріккен сөз бен қос сөздерде кездеседі. Мысалы, Есенәлі, Айгүл, Асқар, тағы басқа сөздерде бұлар сөздің соңғы буынында кездеседі. О әрпі орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Сөздің соңында. Кино, домино деген сөздер сияқты. Ал енді о, ү, ә дыбыстары
араб, парсы сөздерінде кездеседі. Мысалы, мазмұн, дәстүр, куә, яғни екінші буындарда кездесіп тұр. Кей сөздерде дауыстыдан басталатын қосымша жалғанса, соңғы буындағы і әріптері түсіп қалады. Мысалы, зат есімге а жұрнағы жалғанса, онда түбірдегі әріптер түсіп қалады. Мысалы, ойын, ойна, түбірдегі әріпі түсіп қалды. Сан есімге ау, еу жұрнағы жалғанса, онда түбірдегі әріптер түсіп қалады. Мысалы, екі, түбірдегі әріпі түсіп қалды. Екеу. Етістікте о жұрнағы жалғанса, түбірдегі әріптер түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу, ері, еру, қорық, қорқу. Әуелдік жалғау жалғанса, мысалы, әріп, әрпі, халық, халқы. Осы жерде бір ескеретін мәселе. Құлық, көрік сөздерінде түбірдегі әріптері түспейді. Мысалы, құлақтың құлығы, ұстаның көрігі және ауыл, дауыс сөздері екі түрлі жазылады. Мысалы, аулы, аулы, дауысы, дауысы деген сөздерде. Келесі, сөз әрпімен басталса, оқылғанда алдынан көмеске естіледі, бірақ жазылмайды. Жазылуында рас, лай, лезде болып жазылады, ал оқылғанда рас, лай, лезде сияқты естіледі. Келесі, дыбысына аяқталған етістікке и жұрнағы жалғанса, и дыбыстары и болып жазылады. Мысалы, оқи, түбірде естіліп жазылып тұр. Ести, оқылғанда ести, жазылғанда ести болып жазылады. Ары қарай дауысты дыбыстардың енгізілісін жалғастырамыз. Ескерту, сый, тый түбірінен тараған сөздерде и сақталады. Мысалы, сыйлы, сыйымды, тыйым, тыйылу. Келесі, я, ю әріптерінен бұрын естілсе де, олардың орнына и дыбысы жазылады. Мысалы, қияқ, қию, жазылуда осылай жазылады. Оқылуда қияқ, қию болып оқылады. Келесі әріптер ю, я әріптері. И, у, қысқа и, а болып оқылады. Бірақ ю, я болып жазылады. Мысалға, аю, жою, қоян сөздерін алуға болады. Ескерте кететін мәселе, дәстүрлі принцип бойынша кейбір сөздерде ию сақталады. Мысалы, айуан, кейуана, мия сөздерінде сақталып тұр. Келесі, кісі аттары қатар келген екі дауыссыз дыбыстан басталмайды. Олардың алдынан немесе ортасынан әріптерінің бірі жазылады. Ысқақ, сықақ емес. Ысмағұл, смағұл емес. Енді келесі дыбыстар у мен и әріптерінің емлесі. Қазақтың төл сөздеріндегі и, у әріптері дауысты дыбыс емес, себебі и әрпі и дыбыстары. Ал у әрпі дыбыстарының тіркесі. Жазылғанда жи, қу, оқылғанда жи, қу. У, и әріптері дауысты дыбыс болса, олар әрі жуан, әрі жіңішке дауысты дыбыс болады. Оны былай ажыратуға болады. Егер сөздегі удан басқа дауыстылар жуан болса, туралы, бұру,
У дыбысы жуан оқылады. Ал удан басқа дауыстылар жіңішке болса, мысалы білу, у дыбысы жіңішке оқылады. Дәл осы қағида и дыбысына да қатысты болады. У әрпі дауыссыз дыбыста болады. Бұл әріп екі дауысты дыбыстың ортасында, мысалы ауа, қауын, у әрпінің екі жағында дауысты дыбыстар тұр. Дауысты дыбыстан кейін сау, жеу, немесе дауысты дыбыстан бұрын уық, өлде келсе, үнді дауыссыз дыбыстың қызметінде жұмсалады. Дауыссыз дыбыс өкпеден шыққан ауа, ауыз немесе мұрында кедергіге ұшырайды. Дауыссыз дыбыс үн мен сауданың қатысына қарай жасалады. Дауыссыз дыбыстардың үш түрі бар. Ұяң дауыссыз дыбыстар Б, П, Г, Г, Д, Ж, З. Үнді дауыссыз дыбыстары қысқа И, Ың, Ім, Ын, Ыр, У. Және қатаң дауыссыз дыбыс К, Қ, П, Ыс, П, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Дауыссыз дыбыстардың емлесіне келейік. Бірінші, сөз басында келмейтін әріптер олар ың және ха дыбыстары. Олар көбіне сөздің аяғында, ортасында келеді. Мысалы, аң, қаһар. Екінші, қазақтың төл сөздерінің соңында келмейтін дыбыстар. Б, В, Г, Ғ, Д. Осы жерде ескерте кететін бір мәселе, Б, В, Г, Д орыс тілінен емес сөздердің аяғында жазылады. Мысалы, клуб, актив, округ, отряд деген сөздерде бұл әріптер сөздің соңында келіп тұр. Келесі, тек орыс тілінен емес сөздерде кездесетін әріптер. В, Ф, Ч, Ц, Щ. Мысалы, автор, тефтон, диспетчер, цех, щетка деген сөздерде. Ескерту бар. Шарпы қазақ тілінің ашы, тұшы, кеше деген сөздерінде кездесіп жазылады. Төртінші, Х әрпі орыс тілінен енген сөздерде және араб, парсы сөздерінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, химия, архив, хал, тарих деген сөздер. Бесінші, Х әрпі араб, парсы тілдерінен енген сөздер мен одағайларда кездеседі. Мысалы, қаһар және одағайлар ах, ех, ух деген одағайларда Х әрпі кездеседі. Бун сөзді айтқан кездегі дауыс толқыны. Қазақ тілінде буынның үш түрі бар. Ашық буын, яғни ол дауысы дыбыстан басталып, дауысты аяқталады. Екінші, тұйық буында буын дауыссыз дыбыстан басталады, дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталады. Бітеу буында буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталады. Яғни қазақ тілінде буынның үш түрі бар. Тасымал. Жазу кезінде сөздің жолға сыймай қалған бөлігін келесі жолға көшіру. Тасымал негізінен буынға негізделеді. Және қазақ тілінде тасымалданбайтын да сөздер бар. Бір буынды сөздер тасымалданбайды. Мысалы, қан, штамп, тағы басқа сөздер. Екінші, бас әріптерден және бас әріптен басқа буыннан қысқарған сөздер. Мысалы, ТМД, жоғары оқу орындарының атаулары және басқа да қысқарған сөздер. Үшінші, бас әріптерден қысқарған кісі аты тегінен бөліп тасымалданбайды. Яғни жолдың соңында адамның аты жөні қысқарған түрі келесі жолға оның тегі тасымалданбайды. Төртінші, бір дауыстыдан тұратын буынды жолда қалдырмайды, немесе келесі жолға тасымалдамайды. Мысалы, бір буынды сөз ата, бір дауыстыдан тұратын әулие, осы сөздер, осыған ұқсас сөздер тасымалданбайды.
Келесі қысқарған өлшем бірліктері. Өзі тіркеске саннан бөліп тасымалдауға болмайды. Мысалы, 10-ды бір жолға, километр, шақырым деген сөзді екінші жолға жазуға болмайды. Екпін. Екпін сөйлеген кездегі белгілі бір дыбыстың, буынның, сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы. Қазақ тілінде екпін тұрақты болып келеді. Көбінесе сөздің соңғы буынына түседі. Сөзге қосымша жалғанғанда екпін соңғы буынға ауысып отырады. Мысалы, еңбек, еңбекші, еңбекшілер, еңбекшілерді. Яғни қосымша жалғаған сайын екпін де сол соңғы буынға ауысады. Және екпін түспейтін қосымшалар да бар. Екпін түспейтін қосымшалар бұл көмекші сөздер. Ой, шейін, арқылы, туралы және жүктік жалғаулар. Екпін түспейтін. Және болымсыз етістіктің жұрнақтары. Маме, бабе, папе жұрнақтарына бұл қосымшаларға екпін түспейді. Екпін түрлері. Екпіннің сөз екпіні, ой екпіні, дыбыс екпіні, тіркес екпіні деген түрлері бар. Сөз екпіні сөздегі бір буынның көтеріңкі дауыспен айтылуы. Ой екпіні сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі айтылуы. Мысалы, бүгін мен кеш келемін десек, ой екпіні кешке түсіп тұр. Бүгін мен кеш келемін десек, мен сөзіне ой екпіні түсіп тұр. Дыбыс екпіні сөздегі бір дыбыстың көтеріңкі дауыспен айтылуы. Бәрекелді деген. Бұндағы дыбыс ә дыбысына екпін түсіп тұр. Келесі екпіннің түрі тіркес екпіні. Сөйлемдегі күрделі сөздің бір ғана екпінге ие болуы. Мысалы, қыпша бел дегендегі бел тіркесіне сөзіне екпін түсіп тұр. Тез жазды дегенде жазды тіркесіне екпін түсіп тұр. Үндестік заңы бір сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе жіңішке болып үндесуі. Қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал етіп үндесуі. Үндестік заңы буын және дыбыс үндестігі болып бөлінеді. Буын үндестігі сингармонизм. Дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе жіңішке үндесуі. Буын үндестігінің сақталмайтын тұстары бар. Қос сөздерде, мысалы, аман есен, асты үсті дегенде. Біріккен сөздерде баспа сөз, көзқарас, баспа деген жуан болып тұр, сөз жіңішке болып үндесіп деген. Тіркесті сөздерде ала бер, онды және кірме сөздерде буын үндестік сақталмайды. Араб, парсы, орыс тілінен сөздерде бұл көп кездеседі. Сөзге қосымша буын үндестігі арқылы жалғанады. Егер сөздің соңғы буынында жуан дауысты дыбыс болса, қосымшадағы дауысты жуан болады. Кейбір қосымшалар сөзге буын үндестігіне бағынбай жалғанады. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар бар. Мысалы, көмектес септігінің жалғауы, мен, бен, пен. Тәуелдік мағынадағы жұрнақ, нікі, дікі, тікі. Зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнақтар, еке, сыма, тай, жан, деген сөздерде бұл сөздер буын үндестігіне бағынбайды. Мысалы, шешенсіма, басеке деген сияқты. Оныкі, көмектес септік жалғауына, мысалы, асанмен, асан жуан сөз, оразбен деген сөздерде
Мұндай қосымшалар буын үндестігіне бағынбайды. Келесі, белгілі бір сөздерге жалғанатын шет тілінен енген жұрнақтар аз, қор, қой, ғой, кер, гер, изм, хана, оф, еф, ин. Бұлар да бағынбайды. Буын үндестігіне бағынбайды. Ал енді ю, РК, РГ, СК, ЛК, НК, НК, КТ әріптеріне аяқталған сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы, парк пен деген сөздерде. Сөз жіңішке әрпіне аяқталғанда сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы, рөлі. Дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі сөз ішіндегі және екі сөз арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал етуі. Дыбыс үндестігінің екі түрі бар. Олар ілгерінді ықпал, кейінді ықпал. Ілгерінді ықпал қатар тұрған екі дыбыстың біріншісін өзінен кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Мысалы, ашса айтылғанда ашшалы, сәтпек, сәтпек, алып бер айтылғанда алып бер. Кейінді ықпал қатар тұрған екі дыбыстың екіншісінің өзінің алдыңғы дыбысқа ықпал етіп өзіне ұқсатуы. Кейінді ықпал сөз ішіндегі және екі сөз аралығындағы қатар тұрған екі дыбыс аралығында кездеседі. Мысалы, ашшы, есенгелді, ақ-лақ айтылғанда ақ-лақ, жазылғанда ақ-лақ. Келесі орфография мен орфоэпияға тоқталайық. Қазақ тілінде сөздердің дұрыс жазылуы және оқылу емлелері бар. Сөздің жазылу емлесі орфографияға негізделеді, а дұрыс оқылу емлесі орфоэпияға негізделеді. Демек, орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы, ал орфоэпия сөздердің дұрыс оқылу заңдылығы. Орфография заңдылығы бойынша сөздер үш принципке негізделіп жазылады. Фонетикалық принцип. Сөз бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Адамдар, ағаштар, үйлер деген сияқты. Ал морфологиялық принцип бойынша күрделі сөз бен сөз тіркесінің кейбір дыбысы өзгеріске ұшырайды. Оқылса да, жазылғанда түбірлері өзгермей жазылады. Мысалы, көзқарас. Дәстүрлі принцип. Қазақтың байырғы сөздері қазірде бұрында қалыптасқан күйінде жазылады. Мысалы, хайуанат, ботагөз, кейуана сөздері дәстүрлі принцип бойынша жазылады. Осымен біздің бірінші дәрісіміздің негізгі тақырыптары аяқталды. Сіздерге бірінші дәріс бойынша бақылау тапсырмалары берілген. Бірнеше сұрақтар берілген, осы сұрақтарға дайындалу керек. Бірінші сұрақ: қазақ тіл білімінің неше саласы бар? Екінші сұрақ: өкпеден шыққан ауаның шығуына қарай дыбыстар қалай бөлінеді? Келесі сұрақ: дауысты дыбыстар қалай бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар қалай бөлінеді? Буынның қандай түрлері бар? Қандай сөздер тасымалданбайды? Қазақ тілінде екпін көбінесе қандай буынға түседі? Екпін түспейтін қандай қосымшалар бар? Екпіннің қандай түрлері бар? Екпіннің түрлеріне мысалдар келтіріңіз. Келесі сұрақ: үндестік заңы қалай бөлінеді? Буын үндестігі сингармонизм дегеніміз не? Буын үндестігіне бағынбайтын қандай қосымшалар бар? Дыбыс үндестігі дегеніміз не? Қандай түрлері бар? Келесі сұрақ: сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы дегеніміз не? Сөздердің дұрыс оқылу заңдылығы дегеніміз не? Орфография заңдылығы бойынша сөздер қандай принциптерге негізделіп жазылады?
Фонетикалық принцип дегеніміз не? Сөз бөлшектері қалай айтылса солай жазылады. Морфологиялық принцип дегеніміз не? Және дәстүрлі принцип дегеніміз не? Осымен бақылау тапсырмалары аяқталды. Біз фонетика саласын қарастырдық. Келесі дәрісімізде біз лексика саласын қарастыратын боламыз. Бірінші дәріс аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.